Менің есімім Қасымхан Сәкенұлы. Малайсары Батыр мектебінде ұстаздық еңбек жолымды бастап, қазақ тілі және әдебиеті пәні бойынша сабақ беремін. Сұлтанмахмұт Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетін аяқтап, қазіргі Әлкей Марғұлан университетінің қазақ тілі және әдебиеті бағыты бойынша магистрі атандым. Мектепке ұстаз болу деген көп еңбекқорлық пен ізденімпаздықты талап етеді. Әрдайым оқушылармен бірге түрлі конкурс жобаларға, олимпиадаларға дайындық үстінде боласың. Мақсат тек жеңіске жету ғана емес, сол жеңіске жету жолында өзіңнің қабілеттеріңді шыңдау, өз-өзіңді жетілдіруге ұмтылу екенін ұмытпаған жөн. Дарынды оқушылармен жұмыс көп ізденімпаздықты, қажырлы еңбек пен тынымсыз талапты қажет етеді. Бұл бағытта ең алдымен көп баланың ішінен дарынды баланы іріктеу, оқушы талантын байқап, оны пәнге қызықтыра алу, тереңдетілген бағдарлама бойынша қосымша сабақтар өткізу, проблемалық оқыту әдістерін пайдалана отырып оқыту, жүйелі түрде тапсырма беріп, оның орындалуын қадағалау, өз бетінше ізденіп оқуды әдетке енгізу, шығармашылық тапсырмаларды жүктеу, мектепшілік және қалалық олимпиадаларға, конкурс сайыстарға қатыстыру жұмыстары жүргізіледі. Менің атым Дильназ, 10 сынып оқушысымын. Қазақ тілі мен әдебиетіне 8 сыныптан бастап түрлі конкурс сайыстарға қатысып келемін. Олимпиадаға қатысып орын алу үшін өз-өзіне сенім болу керек және көп дайындалу керек. Мұғалім берген тақырыптарға эссе жазып дайындаламын. Кейін жіберген қателерімді бірге түзетіп жөндейміз. Сөз байлығымды арттыру үшін бос уақытымда көркем әдебиет оқимын. Шығарма жазып жазу қабілетімді шыңдаймын. Өлең жаттап есте сақтау қабілетімді жаттықтырамын. Қазақ тілі туған тілім, анам тілі. Сондықтан да бұл пән жаныма жақын. Болашақта кемел ұстаз болатыныма сенемін. Менің есімім Балнұр, алтын белгіге үміткермін. Мен қазақ тілі сонымен қатар тарих пәндерін ұнатамын және осы пәндер бойынша түрлі сайыстар мен жобаларға қатысып жүрмін. Жеңіске жету үшін мұғалімнің қолдауы мен өзіңе сенімінің болуы керек. Әрине барлығы тек еңбекпен келеді. Жобаға дайындалу жұмысты жоспарлаудан басталады. Одан соң қажетті материал жинау, картотека теру, деректерді салыстыру, жинақтау сияқты жұмыстар жүргізіледі. Одан кейін барып жұмыстың негізгі бөлімі жазылады. Менің ойымша жобаға дайындық әр затты ретімен істеп, дұрыс жоспарлауға, өз мақсатыңа жоспар арқылы жетуге үйретеді деп ойлаймын. Мен де алдағы қойған мақсатыма алтын белгімді ақтап, қалаған жоғары оқу орнына түсетініне сенемін. Дарынды балалармен жұмыс мектеп бағдарламасымен қатар үнемі үздіксіз бағытта жүргізіледі. Оқушыларының жеткен жетістіктері де аз емес. 9 сынып оқушысы Майданов Рауан жалпы білім беретін пәндері бойынша республикалық зерттеу жобалар конкурсының облыстық кезеңінде 2-ші орын жүлдегері атанса, 10 сынып оқушысы Алиева Дильназ қалалық пән олимпиадасында 2-ші орынды иеленді. Қалалық деңгейдегі түрлі оқулардан, конкурс жобалардан оқушыларым жүлде алып, жеңімпаздар қатарында көрініп жүр. Оқушыларының бұл жеңістері мен үшін қымбат әрі бірлескен еңбектің нәтижесі деп айтуға болар. Мектеп кеме, білім теңіз, өмір өткелдерінен сүрінбей өтіп, алдағы уақытта оқушыларының бұдан да биік шыңдарды бағындырып, өмірлік мақсаттарына қол жеткізетініне сенімім мол.